Қайырлы таң достар, менің арнама қош келдіңіз. Осындай жұмсақ әрі нәзік болып шығатын панкейктерді бірге әзірлейік. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті құрамын төменге описанияға жазып қоямын. Ал енді іске кірісейік. Ол үшін бізге 2 шұңғыл ыдыс қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып саламыз. Енді жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұзды салып, жақсылап көпіргенше аппақ пена болғанша миксерлейміз. Міне осылай аппақ болып көпіріп, формасын жақсы ұстап тұратындай болуы қажет. Енді жұмыртқаның сары уызына қантты қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Үстіне өсімдік майын және де жылы сүтті құйып араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Жаңағы массаның үстіне салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массаға жұмыртқаның ақ уызын салып, силиконды лопатканың көмегімен немесе қалақшаның көмегімен басып алмай, астынан үстіге араластыра отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып ағып тұруы қажет. Енді панкейктерді пісіріп аламыз. Табаның түбін майламаймыз, құрғақ табада пісіретін боламыз. Алдымен табамызды әбден қыздырып аламыз. Қызып тұрған табада панкейктерді құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Егерде қатты қызартып жатса, отты кішкене баяулатамыз. Міне осымен панкейктеріміз дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Үстіне сгущенка және де әртүрлі жемістер қойып, дастарханға ұсынуға болады. Ас болсын!